Алматының Қарбалас көшелерінің бірінде Эзентаймалдың жанындағы кофе дүкенде Аружан отыр еді. Қара шашы иығынан асып тұр, көздері қара торғындай терең. Қолында ұстап отырғаны жаңа шыққан бизнес кітап, бірақ көзі кітапта емес, терезеден тысқа қарап, ойға шомып қалған. Сол сәтте есіктен кірген жігіт оның назарын бірден аударды. Ұзын бойлы, қара костюм киген, бет әлпеті өткір, көздері сенімді. Ол телефонға сөйлеп тұрып кофеға тапсырыс берді. Дауысы жұмсақ, бірақ беделді естілді. «Кешіріңіз, орын бос па?» деді ол Аружанға жақындап. Аружан басын изеді. Жүрегі біртүрлі дүрсіл қақты. Жай ғана кездейсоқ деп ойлады ол. Жігіттің аты Нұрлан, ол ірі компанияның маркетинг директоры екен. Әңгіме басталды. Аружан мұғалім, ауылдан келген, қалада жалғыз өзі тұрады. Нұрлан қаланың қарбаласынан шаршағанын, шынайы сезімді аңсағанын айтты. «Жүректің даусына сенемін», деді Нұрлан күлімсіреп. «Әлде ол бізді алдай ма?» Аружан күлді. Сол күні олар 2 сағат әңгімелесті. Кешке қарай Нұрлан телефон нөмірін сұрап алды. Аружан үйіне келгенде жүрегі әлі соғып тұр еді. Бұл не болды? Жүрек пе, әлде ақылым алдады ма деп ойлады. Аружанның телефоны түнгі сағат 11-де дірілдеп қойды. Экранда Нұрлан деген ат жанып тұр. «Бүгінгі кездесу үшін рахмет. Сіздің күлкіңіз әлі көз алдымда. Қалай қайттыңыз үйге?» Аружан бірнеше секунд қарап тұрды да жауап жазды. «Рахмет, мен де жақсы өткіздім. Үйге жақсы жеттім, қазір кітап оқып жатырмын». Жауап бірден келді. «Қандай кітап?» «Мен де қазір жұмыстан шықтым. Кофе ішіп отырмын, бірақ дәмі сізбен ішкеннен әлде қайда нашар». Аружан еріксіз күлді. Жүрегі қайтадан дүрсіл қақты. Ол әдетте мұндай жылдам хат алмасуға сенбейтін. Бірақ Нұрланның сөздері қарапайым әрі шынайы сияқты еді. Сол түні олар таңға дейін дерлік хат жазысты. Нұрлан өзінің балалық шағынан Алматыға келгеніне 5 жыл болғанын, әкесі ауылда қалғанын айтты. Аружан болса өзінің ауылдағы мектебін, студент кезіндегі қиыншылықтарын, қазір мектепте әдебиеттен сабақ беретінін жазды. Таңертеңгісін Аружан көзін ашқанда біріншісі телефонды қарау болды. Нұрланнан тағы бір хабарлама келген. «Қайырлы таң, Ару, бүгін кешке бірге тамақ ішейік пе? Мен сізге қаланың ең жақсы жерін көрсеткім келеді». Аружанның жүрегі шым етті. Тым жылдам емес пе деп ойлады. Бірақ қолдары өзімен өзі жауап жазып жатты. «Жақсы, келсемін». «Қай уақытта?» Сол күні мектепте сабақ беріп жүргенде Аружанның ойы үнемі Нұрланда болды. Оқушылары мұғалім, неге күліп тұрсыз деп сұрағанда, ол тек жақсы көңіл күйдемін деп жауап берді. Кешке Нұрлан оны Панорама мейрамханасына апарды. Биік ғимараттың үстінен Алматының түнгі шамдары көрінеді. Нұрлан Аружанға гүл сыйлады, қызыл раушан. «Бұл жай ғана гүл емес», деді ол. «Бұл менің алғашқы адал сезімімнің белгісі». Аружан гүлді иіскеп күлді. Бірақ іштей бір нәрсе тым тез, тым әдемі деп сыбырлады. Тамақ ішіп отырғанда Нұрлан: «Аружан, мен сенімен кездескеннен бері біртүрлі өзгеріп барамын. Жүрек алдай ма, әлде адам өзін өзі алдай ма? Сен не ойлайсың?» Аружан үнсіз қалды. Сосын баяу айтты: «Мен жүрекке сенемін. Бірақ жүректің де көзі болады ғой». Сол кеште олар алғаш рет қол ұстасып медеудің жолымен серуендеп қайтты. Аружан үйіне келгенде жүрегі толқып тұрды. Бірақ телефонын ашқанда Нұрланның инстаграмында бір қызбен түскен суретті көрді. Суретке «Менің ең жақын адамым» деп жазылған. Сурет 2 ай бұрынғы. Аружанның жүрегі суыды. Бұл не деп ойлады ол? Жүрек пе, әлде адам алдады ма? Аружан телефонын қолына алып суретке қайта-қайта қарады. «Менің ең жақын адамым», осы жол оның жүрегін тесіп өткендей болды. Суреттегі қыз өте әдемі еді. Ұзын аққұба шаш, күлімсіреген көздері Нұрланның иығына сүйеніп тұр. 2 ай бұрынғы сурет. 2 ай бұрын. Біз кездеспес бұрын деп өзін-өзі жұбатты Аружан. Бірақ жүрегі тыныш тұрмады. Ол Нұрланға хат жазуды ойлады, бірақ саусақтары тоқтап қалды. «Мен не істеп жатырмын? Бір сурет үшін бәрін бұзып алсам қалай?» деп ойлады.
Сол кезде телефон дірілдеп, Нұрланның хабарламасы келді. Қайырлы түн, Ару, кешегі кеш өте әдемі өтті. Ертең тағы кездесеміз бе? Сенің дауысыңды естігім келеді. Аружанның көзі жасқа толды. Ол жауап жазбастан, телефонды жастық астына тығып, ұйықтауға тырысты. Бірақ түні бойы ойы мазалап көзін жұмған жоқ. Таңертең мектепке барғанда Аружанның досы, әріптесі Гүлнұр оны бірден байқады. Ару, не болды? Бетің бозарып кетіпсің, деді Гүлнұр кофе ішіп отырып. Аружан бәрін айтып салды. Кездесу, гүл, хаттар және сол суретті. Гүлнұр тыңдап болған соң қастарын түйді. Қыз, сақ бол. Қазір ер адамдардың бәрі тым тез сөйлейді. Суретті көрсетші. Аружан Инстаграмда ашып суретті көрсетті. Гүлнұр бірнеше секунд қарап тұрды да. Бұл Нұрланның бұрынғы қызы болуы мүмкін. Бірақ ең жақын адамын деген жазу, сен онан сұра. Жасырма, жүрек алдаса адамды алдайды. Сол күні кешке Нұрлан Аружанды мектептің жанынан алып кетті. Ол әдеттегідей күлімсіреп гүл ұстап тұр еді. Бірақ Аружанның жүзі бұлтты. Нұрлан, бір нәрсе сұрайын, деді Аружан машинаға отырып. Сен Инстаграмда бір қызбен суретке түскенсің. Менің ең жақын адамым деп жазыпсың. Ол кім? Нұрлан бір сәт үнсіз қалды. Сосын күлді. Сол ма? Ол менің әпкемнің құрбысы. Бір кездері көмек сұраған, бірге суретке түскенбіз. Енді ол Америкада тұрады. Сен қызғанып тұрсың ба? Деп Аружанның қолынан ұстады. Аружанның жүрегі бір сәт жылынып қалды. Мүмкін шынымен солай шығар деп ойлады. Нұрлан оны қала сыртындағы әдемі мейрамханаға апарды. Кеш бойы ол Аружанға өзінің арманы туралы, болашақтағы отбасы туралы айтты. Аружан күлді, бірақ іштей бір нәрсе әлі де сенбе деп сыбырлады. Үйге қайтқан соң Аружан суретті қайта ашты. Суреттің астындағы лайктардың арасынан бір комментарийді байқады. Қашан келесі кездесу? Деп жазған сол қыздың өзі. Жазылғаны 3 апта бұрын. Аружанның қолдары қалтырап кетті. Аружан түні бойы ұйықтай алмады. Телефонын ашып, Нұрланның Инстаграм парақшасын қайта-қайта ақтарды. Сол қыздың аккаунты Айжан. Суреттері көп, бірақ соңғы уақыттағы посттарында Нұрланның есімі жоқ. Тек сол бір комментарий. Қашан келесі кездесу? 3 апта бұрын. Таңертең мектепке бармай, Аружан Гүлнұрға хабарлама жазды. Гүлжан, көмектесші. Сол қыздың аккаунтын қарап шықшы. Менен гөрі сен тезірек табасың. Гүлнұр 1 сағаттан кейін жауап берді. Қарадым, ол Айжан Қалиева, Нұрланның бұрынғы қызы болған. 1 жыл бұрын ажырасыпты. Бірақ соңғы уақытта ол Нұрланның жұмысына қатысты посттарды лайк басады. Сақ бол, Ару. Аружанның жүрегі суыды. Бұрынғы қызы. Неге жасырды? Сол күні кешке Нұрлан қоңырау шалды. Дауысы әдеттегідей жұмсақ. Ару, бүгін бос емеспісің? Мен сенің сүйікті кофеңді алып үйіңнің жанында тұрмын. Қысқа серуендейік. Аружан бір сәт ойланып қалды. Жоқ деп айтқысы келді, бірақ жүрегі иә деді. Ол төмен түсті. Нұрлан машинасынан түсіп, оны құшақтап, маңдайынан сүйді. Сен бүгін өте әдемісің, деді ол күлімсіреп. Олар Алматының орталық саябағында серуендеді. Нұрлан қолынан ұстап әңгіме айтты. Жұмысы, болашақ жоспарлары, тіпті Аружанмен бірге саяхатқа шығу туралы армандарын. Аружан күлді, бірақ іштей сұрақтар толып тұрды. Соңында Аружан шыдай алмады. Нұрлан, солай жан, ол сенің бұрынғы қызың ғой. Неге маған әпкемнің құрбысы деп айттың? Нұрлан бір сәт тоқтап қалды. Сосын күрсініп Аружанның көзіне тік қарады. Иә, ол менің бұрынғы қызым. Бірақ ол кеткен соң мен онымен байланысты үздім. Сол сурет ескі. Мен сені қорқытқым келмеді. Сен маған сенесің бе? Аружан үнсіз қалды. Нұрлан оны өзіне тартып құшақтады. Жүрек алдамайды. Ару, мен сені шынымен жақсы көремін. Аружан түні бойы ұйықтай алмады. Айжанның хабарламасы көз алдынан кетпеді. Нұрланмен әлі байланыстамыз. Ол сені алдап жүр. Бұл сөздер жүрегін тесіп өткендей болды.
Таңертең ол Гүлнұрға хабарласты. Гүлжан, мен Айжанмен кездесемін. Сен бірге барасың ба? Қорқып тұрмын. Гүлнұр бірден келісіп, міндетті түрде барамын. Сақ болайық деп жауап берді. Сол күні кешке Аружан Айжанға жауап жазды. Жақсы, кездесейік. Қай жерде? Айжан бірден жауап берді. Ертең сағат 18:00-де кафе бөлім дүкенінде. Мен сары көйлек киемін. Аружан Нұрланға ештеңе айтпады. Ол жұмыстан шыққан соң Гүлнұрмен бірге кофе дүкеніне барды. Айжан оларды күтіп отыр екен. Әдемі, бірақ көздері шаршаған, бетінде қайғы бар сияқты. Сәлем, Аружан, деді Айжан дауысы аздап дірілдеп. Мен сені қорқытқым келмеді. Бірақ сен білгенің дұрыс. Олар үстелге отырысты. Айжан терең күрсініп әңгімені бастады. Мен Нұрланмен 1,5 жыл болдым. Бастапқыда бәрі тамаша еді. Гүл, сыйлықтар, тәтті сөздер. Бірақ кейін мен оның басқа қыздармен хат алмасатынын білдім. Ол әрқашан жүрек алдамайды деп айтатын. Ал шындығында ол жүректе емес, өз мүддесін ойлайтын. Мен жүкті болып қалдым, ол бұл уақыт емес деп аборт жасауға мәжбүрледі. Содан кейін мен кеттім. Бірақ ол әлі де маған хабарласып қайта кел деп тұрады. Сен оның келесі құрбаны болма. Аружанның беті бозарып кетті. Гүлнұр оның қолынан ұстады. Сен неге маған айтып отырсың? Деп сұрады Аружан дауысы сыбырлап. Өйткені мен өзім сияқты қыздардың тағдырын қайталағым келмейді. Нұрлан өте шебер алдайды. Ол сенің ауылдан келгеніңді, жалғыз екеніңді біледі. Сен оған ыңғайлысың. Айжан телефондан бірнеше скриншоттарды көрсетті, Нұрланның соңғы айлардағы хаттары. Саған әлі де сенімім бар, қайта бастайық деген сөздер. Аружанның көзіне жас толды. Мен не істеймін енді? Сен шешесің, деді Айжан, бірақ сенбе. Жүрек алдайды, ал адам одан да қауіпті. Кездесуден кейін Аружан үйіне келді. Телефонында Нұрланнан бірнеше қоңырау мен хабарлама болды. Ару, қайдасың? Қатты сағынып тұрмын. Аружан жауап жазбады. Ол төсегіне жатып төбеге қарап жатты. Жүрегі ауырып тұрды. Бұл рас па? Әлде Айжан өтірік айтып отыр ма? Сол түні ол шешім қабылдады. Нұрланмен бетпе-бет сөйлесу керек. Аружан 2 күн бойы Нұрланның ғой. Оның жүрегі екіге жарылғандай болды. Bir жағы сенбеймін десе, екінші жағы бұл өтірік шығар деп үміттенді. 3-ші күні кешке Нұрлан мектептің алдына келді. Қара костюм киіп, қолында үлкен раушан гүлі бар. Аружан сабақтан шыққан кезде оны көріп тоқтап қалды. Ару, не болды? Деді Нұрлан дауысы толқып. 2 күннен бері жоқсың. Мен қатты уайымдап жүрмін. Сен сау ма? Аружан оның көзіне тік қарады. Гүлнұр алыстан қарап тұр еді. Нұрлан, сөйлесейік. Шын сөйлесейік, деді Аружан баяу. Олар мектептің жанындағы шағын саябаққа барды. Нұрлан гүлді Аружанға ұсынды, бірақ ол алмады. Айжанмен кездестім, деді Аружан тура айтып. Ол маған бәрін айтты. Сенің бұрынғы қызың екенін, жүкті болғанын, сен оны мәжбүрлегеніңді, және әлі де оған хат жазып жүргеніңді. Нұрланның беті бір сәт өзгеріп кетті. Сосын ол ауыр күрсініп басын шайқады. Аружан. Айжан өтірік айтып отыр. Ол менімен ажырасқан соң өте қатты кекшіл болып қалды. Иә, біз бірге болдық. Бірақ жүктілік туралы өтірік. Мен оны ешқашан мәжбүрлеген жоқпын. Ол өзі қиын жағдайда қалды да мені кінәлады. Ал хаттар ол маған әлі де жазып тұрады, мен жауап бермеймін. Қара, міне телефон. Нұрлан телефонын ашып, Айжанның соңғы хаттарын көрсетті. Шын мәнінде соңғы хат 1 ай бұрынғы болатын, және Нұрлан жауап бермеген. Мен сені алдағым келмейді, Ару, мен сені шынымен жақсы көремін. Айжан менің өткенім. Сен менің қазіргім және болашағымсың. Аружанның көзіне жас келді. Нұрлан оны құшақтап маңдайынан сүйді. Сен маған сенесің бе? Жүректің даусына сен. Мен сені ешқашан алдамаймын. Аружан үнсіз қалды. Жүрегі әлі де күмәнмен толы болатын. Бірақ Нұрланның құшағы жылы еді, сөздері шынайы сияқты еді. Сол күні кешке олар бірге тамақ ішті.
Нұрлан Аружанға болашақ туралы айтты. Біз бірге үй сатып аламыз, ауылдағы ата-анаңды көшіріп әкелеміз деп. Аружан күлді, бірақ іштей бір нәрсе әлі де мазалап тұрды. Үйге келген соң Аружан Гүлнұрға хабарлады. Нұрлан бәрін жоққа шығарды. Айжан өтірік айтқан сияқты. Гүлнұр жауап берді. Ару, сақ бол. Кейде ер адамдар өте шебер өтірік айтады. Жүрек алдайды, бірақ көз бен ақыл алдамайды. Сол түні Аружан төсегінде жатып төбеге қарады. Қайсысы рас? Жүрек пе, әлде адам ба? Телефонында тағы бір хабарлама келді. Бұл жолы Айжаннан. Нұрланмен кездестің бе? Ол маған да дәл осылай айтқан. Сенбеймін десең, тағы дәлелдер бар. Аружанның жүрегі қатты соқты. Түн тыныш болғанымен Айдананың ішкі әлемі аласапыран еді. Оның санасында бір ғана ой қайта-қайта жаңғырып тұрды, шындықты білу. Сенім мен күдік арпалысқан сәтте ол бір шешімге келді. Енді ол сезімге емес, ақиқатқа сүйену керек. Келесі күні Айдана арман айтқан мекенжайға барды. Ескі, суық көрінетін үй оның көңіліне бір түрлі қорқыныш ұялатты. Бұл жерден жылылық емес, керісінше жасырын құпия сезілетін. Сыртта отырған көрші елдің көзқарасы да күмәнді еді. Айдана арман туралы сұраған сәтте, әлгі әйелдің жүзіндегі өзгеріс бәрін аңғартты. Бұл есім бұл жерде жай ғана ат емес екенін түсінгендей болды. Айдана ол жерден нақты жауап ала алмады, бірақ бір нәрсені анық сезді. Үйіне оралған соң ол іздеуді тоқтатпады. Интернет оның жалғыз көмекшісіне айналды. Ескі аккаунттар, ұмытылған суреттер, белгісіз жазбалар бәрі біртіндеп ашыла бастады. Солардың ішінде бір сурет ерекше көзге түсті. Арман және белгісіз қыз. Олар бақытты көрінеді. Күлкілері шынайы. Бірақ дәл сол сурет астындағы жазу Айдананың жүрегін сыздатты. Уақыт белгісі бірнеше жыл бұрын. Ал пікірлер одан да ауыр еді. Бір жазбада әлгі қыздың енді жоқ екені меңзелген. Тағы бірінде кінә туралы сөз қозғалған. Осы сәтте Айдананың ішінде қорқыныш оянды. Бұл жай ғана өткен махаббат емес. Мұнда әлдеқайда ауыр шындық жатқандай, дәл сол кезде телефон дір етті, хабарлама. Айдананың тынысы тарылды. Оның іздеп жүргенін біреу білгендей әсер қалдырды. Кездейсоқтық па, әлде бақылау ма, түсініксіз еді. Ойынан шыға алмай тұрған сәтте есік қағылды. Үнсіздік қоюлана түсті. Жүрек дүрсілі күшейді. Сыртта біреу бар. Және ол кім екенін Айдана сезіп тұрды. Есікті ашу шындыққа бір қадам жақындау. Бірақ сол шындық оның өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін еді. Есік алдында тұрған сәт кейде бүкіл өміріңді екіге бөледі. Бір жағында белгісіздік, екінші жағында шындық. Айдана есік тұтқасына қолын созды. Саусақтары дірілдеп тұр. Ішкі сезімі тоқтатқысы келеді, бірақ қызығушылық басым. Есік баяу ашылды. Сырттағы қараңғылықтың ішінде таныс бейне анық көрінді. Оның келуі кездейсоқ емес еді. Ол бәрін сезгендей. Айдананың жүрегі бұрынғыдан да қатты соқты. Енді шегінуге жол жоқ еді. Осы сәттен бастап бәрі өзгерді, күндер ауыр өте бастады. Айдана бұрынғыдай еркін ойлай алмады. Әр әрекет, әр сөз, бәрі күдік тудырады. Арманның әр қадамы енді оған жұмбақ көрінді. Оның көзқарасы, оның үнсіздігі, бәрі бір нәрсені жасырып тұрғандай. Айдана шындықты білгісі келді. Бірақ әр жауап жаңа сұраққа айналды. Түн қоюланып кеткен. Айналадағы тыныштық бұрынғыдан да ауыр сезіледі. Айдана ескерткіштің алдында ұзақ тұрып қалды. Көзін жазудан ала алмайды. Есім жүрегіне шаншудай қадалды. Бұл жай сәйкестік емес екенін іштей сезді. Жел баяу соғып тұр. Бірақ сол желдің өзі бұл жерде бөтен сияқты. Мұнда бір нәрсе аяқталған әрі ұмытылмаған. Айдана бір қадам артқа шегінді. Бірақ ойы шегінбеді. Керісінше бәрін тереңірек түсінгісі келді. Ол айналаны зерттей бастады. Ескі орын, қараусыз қалған. Бірақ кейбір іздер бұл жердің толық ұмытылмағанын аңғартты. Біреу мұнда анда-санда келетіндей. Топырақта әлсіз іздер бар. Жақында ғана қозғалғандай. Айдананың жүрегі қайтадан жылдам соға бастады. Бұл жер тек өткеннің белгісі емес.
Бұл жерде біреу әлі де байланыста. Ол қайтадан телефонды қолға алды. Сол қыз туралы қалған ақпараттарды тағы бір қарап шықты. Әрбір ұсақ деталь енді маңызды болып көрінді. Күні, орны, белгіленген адамдар. Барлығы бір нүктеге әкеліп тіреледі. Арман Айдананың санасында бір сурет қалыптаса бастады. Бірақ ол сурет толық емес еді. Жетпейтін бөліктер көп. Ең қорқыныштысы, сол жетпейтін бөліктердің ішінде шындық жатқандай. Ол сол жерден кетпек болды, бірақ дәл сол сәтте аяқ дыбысы естілді, ауыр баяу Айдана қатып қалды. Бұл жерде жалғыз емес екенін анық сезді, жүрегі тамағына тығылғандай, айнала қараңғы. Бірақ біреудің бар екенін іштей біледі, сол дыбыс жақындай түсті. Айдана баяу бұрылды, қараңғылықтың ішінде бір силуэт байқалды, таныс бейне. Сол сәтте бәрі анық болды, бұл кездейсоқ емес. Айдана енді түсінді, ол тек өткенді іздеп жүрген жоқ, ол шындықтың ізімен жүріп келеді, ал сол шындық өзіне қарай жақындап келеді, жел күшейді. Түн ауырлай түсті, ал бұл кездесудің соңы қалай аяқталатыны белгісіз еді, қараңғылық қоюлана түсті. Түннің тыныштығы енді тыныштық емес, қысым сияқты сезілді. Айдана қозғала алмады. Көз алдында тұрған бейне күмән қалдырмады, бұл кездейсоқ емес. Жақындаған сайын, өткен мен бүгіннің шекарасы жойылып бара жатқандай. Жүрек соғысы құлаққа анық естіледі. Әр секунд ауыр. Бұл сәтте Айдана бір нәрсені түсінді. Ол шындықты іздеп жүрген жоқ. Шындық өзі оны тауып алған. Ескі ескерткіш, жоғалған есім, үнсіз қалған парақша. Барлығы бір-бірімен байланысып тұр. Бұл жай ғана махаббат тарихы емес. Бұл аяқталмаған оқиға. Айдананың ойында бір ғана сұрақ қалды. Неге бәрі дәл осы жерге әкелді? Жауап осы жерде екені анық еді. Сол сәтте өткеннің бейнесі көз алдына келе бастады. Бақытты сәттер, күлімсіреген жүздер, сенімге толы көзқарас. Және сол сенімнің бір күні үзіліп кеткені. Айдана бір нәрсені анық сезді. Бұл жерде тек махаббат аяқталмаған жоқ. Бұл жерде біреу жоғалған. Және ол жоғалу кездейсоқ емес. Жел күшейе түсті. Айналадағы ағаштар сыбдырлап түнді одан сайын ауырлата түсті. Айдананың ішкі сезімі қауіптің жақын екенін айтып тұр. Бірақ ол енді тоқтай алмайды. Қадам алға жасалды. Сол сәтте бір шындық анық бола бастады. Арманның өткендегі бұл қыз жай ғана естелік емес. Ол бүкіл оқиғаның кілті. Айдана енді түсінді. Біреу бұл шындықты жасырып келеді. Ұзақ уақыт бойы. Және ең қорқыныштысы. Сол адам дәл жанында тұрғандай сезілді. Түн тыныштығы тағы да бұзылды. Жақын жерде әлсіз қозғалыс байқалды. Айдана тоқтап қалды. Ішкі түйсік айқайлап тұр, бұл жерден кету керек, бірақ кешкі. Кейбір оқиғалар уақытпен ұмытылмайды. Олар адамның ішінде қалып, өмірінің бір бөлігіне айналады. Айдана үшін бұл оқиға дәл сондай болды. Күндер өтті. Түндер ауысты. Бірақ ішіндегі сезім өзгермеді. Ол шындықты білді. Толық ашы, қашып құтыла алмайтын. Арманның өткенде болған қыз жай ғана махаббат емес еді. Ол сенім еді. Үміт еді. Болашақ еді. Бірақ сол болашақ бір күні үзілді. Сол күннен кейін ештеңе бұрынғыдай болмады. Айдана енді бәрін түсінетін. Арман неге үнсіз болғанын. Неге кейде суық көрінгенін. Неге шындықты жасырып келгенін. Бұл тек өтірік емес еді. Бұл қорқыныш. Өткеннен кінәдан, жоғалтудан қорқу. Бірақ бір нәрсе өзгермейтін. Қандай себеп болса да. Шындық айтылмады. Ал шындық жоқ жерде сенім өмір сүрмейді. Айдана сол таныс орынға тағы бір рет келді. Барлығы сол қалпы. Тыныш, суық, өзгермеген. Жел баяу соғып тұр. Сол жерде бір тарих аяқталған. Және дәл сол жерде бір шешім қабылдануы керек еді. Айдана көзін жұмды. Ішінде мыңдаған ой. Естеліктер бірінен соң бірі келеді. Алғашқы кездесу. Алғашқы сенім. Алғашқы сезім. Және соңғы күдік. Ол бір нәрсені анық түсінді. Махаббат тек бірге болу емес. Махаббат шындық. Егер шындық болмаса,
Ол сезім қаншалықты күшті болса да ұзаққа бармайды. Айдана өзгерген. Бұрынғыдай аңғал емес. Бұрынғыдай сенгіш емес. Бірақ ол әлсіз емес. Керісінше күштірек, өйткені ол шындықты қабылдады. Ол соңғы рет айналасына қарады. Бұл жер енді оған қорқынышты емес. Бұл сабақ. Өмірдің ең ауыр, бірақ ең маңызды сабағы. Айдана баяу бұрылды. Алға қарай жүре бастады. Әр қадамы сенімді. Әр қадамы өткеннен алыстау арман оның өмірінде қалды. Бірақ жүрегінде емес. Естелік ретінде. Сабақ ретінде. Кейбір адамдар өмірге бақыт үшін келмейді. Олар үйрету үшін келеді. Айдана енді біледі. Жүрек кейде қателесуі мүмкін. Сезім адасуы мүмкін. Бірақ адам шындықты біле тұра жасыра алады. Сондықтан жауап анық болды. Бұл оқиғада жүрек алдаған жоқ. Адам алдады. Бірақ ең маңыздысы, Айдана өзін жоғалтпады. Ол алға қарай жүріп бара жатты, ал алдында жаңа өмір. Шындықпен басталатын. Кейбір махаббаттар бірге аяқталмайды. Олар адамды өзгертіп жалғыз аяқталады. Бірақ дәл сол жалғыздық жаңа бастаманың басы.